достар, бүгін мен каникул туралы айтамын. Каникулда мен далаға шығамын, ойнаймын, теледидар көремін, сурет саламын, тамақ ішемін, және басқа қызықтарды жасаймын. Каникул деген мектептен кейінгі ұзақ демалыс. Достар, бүгін 6-сы менің папамның туған күні. Мен оған бірақ сыйлық жасарымды білмеймін. Бірақ оның денсаулығы жақсы болсын, ауырмасын. Мен кеше мамама сыйлық жасадым. Мен мамам қуанды. Аналарымызды әрқашан қуантып жүрейік. Сәлем достар, мен әжемнің 7-сі туған күні. Мен оған не жасарымды білмеймін, бірақ мен оған тілек айтқым келіп тұр. Әже, туған күніңізбен құттықтаймын. 100-ден асып жүре берін. Сәлем достар! Алда каникул келді. Ура! Айша, сен каникулда не істейсің? Мен әжемнің туған күнін өткіземін және далаға барып, достармен ойнаймын және анама көмектесемін. Сен не істейсің өнерде? Мен демалыстымын, адашывам, үй жинаймын, болжам, присустайым. Сен не істейсің? Мен атамның үйіне барам, ол жерде ойнаймын інілеріммен, бөбеге қараймын. Бөбе қандай? Әдемі ме, қандай? Сүйкімді ме, кішкентай ма? Сүйкімді, кішкентай әлі нөлде. Оған біз киімдер апарғанбыз. Ол жерден радомнан шығарғанбыз. Сен қалай каникулды өткізесің демалыс? Мен сурет саламын, теледидар көремін. Мен де мектепке барамын. Мен демалысты күшті өткізем. Мен армандарымды орындаймын. Мен кішкентай балаларға қараймын. Мен әжемнің туған күнін тойлаймын. Сау болыңыздар!